Мінекей жаңағы пішкен халатымыз осы лекалман дайын массовый халат бұл. Бұл жерде 50-52 размер. Көрдіңіздер қандай әдемі, белдік байлағанда да міне арқасы да көрінісі. Бұл массовый тігілетін киім. Мінекей қазір біз мынау 50-52-ге жатады мына лекал. Лекал сіздерге үйретемін, осылай дайындап аласыздар. Мына полоскасын былай әтеге қойып отырмын. Значит, мына жақта полоска тура емес. Мына полоскасы бар матада. Сол себептен бұның полоскасын осылай жөндеп аламыз. Міне жөнделді. Енді мына лекалымызды осылай қоямыз да. Мінекей. Енді бірден екі арқа шығады. Енді біз мына жерден мен осы бір қарыс деп белгілеп қойғам. Бір қарысымыз қазір сантиметрмен ала салайын. Бұл жерде 19 сантиметр спущенный рукава шығу керек. Осы жерден біз мені былай бүйтіп мынаған қосып алып, мына жақты осылай кесе салам. Мына жерді осылай кесіп аламын. Мінекей, қазір қарасаңыз, тура осы лекалманан бұл массовый киімнің пішілуі. Осылай пішіледі. Міне мойнын бірінші кесіп аламыз. Енді иығын кесеміз. Солай. Мінекей, енді мына жерден түзу аламын. Мынау жеңі бар. Біз қазір спущенный рукава дейді, оверсайз деген неменен пішіп жатырмыз. Міне үстіп кесіп аламыз. Пауза қойып тұрмайсың ба? Сол кезде паузадан ашасың. Мінекей, біз бұны болды. Енді бұлай аттасқа, бұны арасы бұл жерден бірдесен екеу шығады. Осыны кесіп тастаймыз. Мінекей, екі арқасы шықты бір дегенден. Қазір біз екі алдын үйренеміз. Мынаны бұлай қойып қоямыз біреуін. Мына біреуіменен қазір тексеріп көруге бізге керек болады. Енді алдын пішеміз. Алдында менде лекалы дайын. Қайсымыз? Мінекей, бірінші мұнаның несін қоямыз, жаңағы айтқандай. Міне қойдық. Бәсе, менде ана жері. Міне тура осыны өзін қырқып аламыз әзір біз. Мынаны жаңағы неменен, осы кеп тұр. Осылай қырқып аламыз. Қазір қырқып көрсетемін. Сіздерде осындай лекал дайындап үйренесіздер ғой өздеріңіз. Лекал дайын. Мінекей, біреуін алып алдық. Паузаға қой. Мінекей, оған біз мына пішкен нәрсемізді қоя саламыз. Мынау 50-ші размер болған, әзір біз 52-ні шығарамыз осыға. Мына жер бізде созылып кетті жаңа. Міне, осыны былай орнына қойып аламыз. Міне. Размерді көбейту үшін әзір біз мына жақтан 1 сантиметр артық алдық. Міне. Мына қолтық жақтардан алмаймыз. Міне, қашты деді 1 сантиметр. Қазір осыны мен мына полоскаманы шығарамын. Болды. Етегін кесіп тастаймын. Мынау 52-ші размер болды. 52-ні мынаған қоямыз. Арқа жақтары бірдей бола береді. Ой, 50, мына 52. Бұны мынаған қоямыз да. Енді біз мінекей
жеңді алу үшін біз осы жерден былай бүктеп, менде жеңге дайын тұр. Былай полоскамды қойып алдым. Жеңнің бекалы бізде мынау. Мына жерге мен бүйтіп жазып қойғам. 50-52 размер. 48 болса, мен мынаны бүйтіп 1 сантиметр кемітіп алам. Қазір мен 50-ге ала беремін. Мынандай қоямын. Полоскам тура келіп тұр ма? Міне. Тек мына жерде мен тағы 1 сантиметр, 2 сантиметр қосып аламын ұзындығына. Неге жазып қойғам 48-50 деп. Міне 2 сантиметрде мен артық алып аламын. Манжет қайтаруына несіне осы обязательно керек бізге. Келесі жеңін аламыз, оны да үсті қойып, енді осыған қойып аламыз. Бұны біз сәл үлкендеу аламыз. Өйткені 52. Бұны бұлай қойдым. 1 сантиметр жетеді бізге. Осыны алып кете береміз, бола береді. 1 сантиметр алып қойдым. Көп емес. Мінекей, сразу ортасını біз кесіп аламыз. Ана иығына тура тігу үшін керек бұл. Мына кіші размер, мына үлкен размер. Қалталар мұнdan шығады.